чемпионатынан жарысқа шықтым. 57 кг салмақ дәрежесіне төбелестім. Екінші орынға иелендім. 3-ші жыл кеттім, қызмет атқарып жатқаныма. Спорт саласында жүргеніме 7,5 жыл болды. Жеке бапкерім Жанатов Айдын Батырланович, Қарағанды қаласында. Мен негізі 3 жекпе-жек өткіздім. Финалда кішкене жетпей қалды. Келіп отырып жатқан едім, конце 1-2 балда жетпей қалды. Әлем чемпионатында 2-ші орын алдым. Оның алдында Қарағандыда бізде ЦС Динамода 1-ші орын алдым. Осы жарысқа тоже 1-ші орын аламын деп келгем негізі. Бірақ енді жеңіс пен жеңіліс бірге келеді дегенде осы енді 2-ші орын алып қалдық солай. Спортта енді сонау мектеп кезінен келе жатырық. Еркін күреспен өзім бастағам. Еркін күреспен осы 2015 жылға шейін күрестім. Спорт шеберін орындадым. Қазақстанның кубогында ақтық мәреге дейін жеттік. 2015 жылдан бастап ішкі істер департаменті осы Астана қаласында жұмысқа кірдік. Содан бері қызмет істеп келе жатырық. Соревнования пошли на очень хорошем уровне. До этого проходил в Караганде чемпионат. Там удостоилось мне чемпионом стать. Здесь не получилось, получил травму и в финале не смог подраться. И пока довольствуюсь вторым местом. В полиции я уже 8 лет. Сам являюсь мастером спорта международного класса по ММА, чемпион Азии по ММА 2015 года. И так вот тесно связана со спортом моя жизнь. Только будем расти.